Ассалаумағалейкум қыздар, бүгін біз өте дәмді түрік бөректерін жасауды үйренетін боламыз. Осындай дәмді керемет рецептерді көру үшін менің каналыма жазылып алыңыз. Жаңа рецептердің шыққанын біліп отыру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше біз кеттік. Осындай дәмді бөректерді жасау үшін бізге аса көп нәрсе қажет емес. Ең маңыздысы лаваш болса, және де оның ішіндегі начинкасын өзіңіз таңдауыңызға болады. Начинкаге сыр қосуға немесе фарш қосуға болады. Мен де фарш қосып жасадым. Фаршты дайындап алу үшін оған бұрыш, тұз және азғантай чеснок қосып, осылай біріктіріп алдым. Ары қарай лавашымызды алып, барлығын үшбұрышты етіп турап аламыз. Ары қарай осындай әдемі рулеттер жасап шығамыз. Ішіне начинкамызды салғаннан кейін осылай екі жағын біріктіріп, сыртынан ішіндегі начинкамыз ағып кетпейтіндей етіп біріктіріп, барлығын жауып, орап шығамыз. Ары қарай жұмыртқамызды дайындап аламыз. Оған жұмыртқа және де тұз қосып, оны араластырып, осы дайын тұрған бөректеріміздің барлығын жұмыртқаға малып алып, осылай қызып тұрған майда қуырып шығамыз. Бөректеріміз әдемі болып қызарып піскенше екі жағын бірдей етіп қуырып аламыз. Бөректерімізді пісіру барысында қатты отта пісіргеніміз дұрысырақ болады, себебі жұмыртқаға былғанып пісірілгеннен кейін ол өзіне майды қатты сіңіріп алады. Сондықтан тезірек пісу үшін қатты отта пісіріп аламыз. Осылайша біздің дәмді бөректеріміз дайын болды. Жасалуы өте оңай әрі дәмді бөректерді үйде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Тоқтамысова ас болсын.